Сәлем достар, бүгін сіздерге мен 7 айлық баланың дамуы туралы айтатын болам. 7 айлық баланың дамуы, жалпы жеке психикалық, физикалық дамуы, тамақтануы, күн тәртібі қалай болмақ. Достар, ақпараттың намаз бұрын арнама жазылып алыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, видеоның соңына дейін тыңдап қоя отырыңыздар. Мен барлықтарыңызға жауап беремін. Лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ал кеттік. 7 айлық баланың дамуы қалай болады? 7 айлық бала жалпы 7-9 килограммдай болады. Оның бойының ұзындығы 65-те 9 сантиметрден 75-те 9 сантиметрге дейін жетеді. Бала жалпы бұл кезде активті түрде дами бастайды. Жалпы әр айда өзінше бала активті түрде дами бастайды. Бала әдеттегідей әр апта сайын 100-150 граммдай қосып отырады. Баланың бұл кезде жеке психикалық дамуы қандай болады? Бала бұл кезде отыра алатын болады. Балаңыз әлі 7 айлық болып әлі де отырмаса, онда оны отырғызуға талпынуыңыз керек. Яғни отырғызуға байланысты жаттығулар бар. Соны жасауымыз керек болады. Достар, ол жаттығулардың бәрі менің арнамда болады, сондықтан арнама жазылып алыңыздар. Осы бала дамуына байланысты көптеген ақпараттар болғандықтан арнама жазылып алыңыздар, жаңа видеоларды күтіңіздер. Баланы отырғызуға байланысты арнайы жаттығу болады, соны жасасақ бала әбден отыруы мүмкін. Жалпы 7 айға толған бала ол өздігінен отыруы керек. Аяқ қолдарын ұстайды бала бұл кезде. 7 айлық бала аяғына, қолына қызғады, қолын зерттейді, аяғын кәдімгідей ұстайды. Кейбір балалар құлағын ұстайды, көзін бүйтіп, қолын бүйтіп, жаңағы ұйқысы келсе, болмаса бір мазасызданып кетсе де бүйтіп қолмен көздерін тырнақ, көзін бүйтіп уқалай беруі мүмкін. Бала бұл кезде бала кәдімгідей қатты ойыншыққа қызығады, ұстап көріп, кез келген затты алғысы келіп, түртіп қалғысы келіп отырады. Яғни соны үстел үстіне отырғызсаңыз бірге, үстелге бірге отырсаңыздар, онда үстелдегі заттарды тартқылап ұстап, балаға өте қызық бола бастайды. Бұл кезде ойыншықтарға қатты қызығады, әр затқа қызығады, тіптен әр затты зерттеп көргісі келеді, әр затты аузына салып, бұл не екен, қандай екен деген секілді әр затқа бала қатты қызығушылықпен қарайтын болады. Бұл кезде бала өзінің жақындары кім, туыстары кім айыра алатын болады. Өзіне бөтен адамдарға жатырқай қарап, өзіне таныс адамдарға күле қарап сөйтетін болады. Анасын қатты іздейтін болады, анасын алыстан танитын болады. 7 айлық бала анасын алыстан тани алады. Яғни анасы келсе қатты қуанып кетеді. Бөтен адамдармен бала көп ұзақ отырмауы мүмкін. Болмаса қатты елегізуі мүмкін анасын іздеп. Яғни бала есі кірген сайын анасына танып, анасына жақын бола бастайды. 7 айлық бала әртүрлі дыбыстайды. Оның ұзақ дауысты дыбыстарды, яғни ұзақ буындарды, дауыстағанда, дыбыстағанда ұзақ сонар буындарды байқаймыз. Ол буындар тіпті сөздерге ауыса бастайды. Мысалы, ол ма, па, мысалы, па секілді сөздерді айтып қалуы мүмкін. Бірақ ол өзі әлі кішкентай ғой, ол өзі оған мән бермейді, мағына да үстемейді. Бірақ солай жаңағы, егер үлкен балаларыңыз болса, егер олар сондай мама, ата, папа дегенді айтып жүретін болса, ол сол 7 айлық балада қайталай бастайды. Бірақ ол байқамай қайталап қояды. Яғни ол осақайтын ма деген дыбыстар шығуы мүмкін, буындарда. Па деген осындай буын шығаруы мүмкін. Бірақ ол өсе келе 7 айлығында, яғни 6 айдан асқаннан кейін, осы 7 айлығында ол кәдімгідей сөз секілді қылып айтады. Сіз оны кейде байқауыңыз мүмкін, кейде байқамауыңыз мүмкін. Бірақ егер балаңызға зер салатын болсаңыз, балаңыз егер буындап ұзаққа айтып жүрсе, оның осы буындары сөз түрінде шығуы мүмкін.
соған назар аударсаңыз болады. Яғни бала бұл кезде өзі де байқамайды, бірақ буындардан сөз түрінде айтылатын сөздерді айтып қоюы мүмкін. Кейбір енді ата-аналар айтуы мүмкін, қазір таңда балалардың кеш сөйлеуіне байланысты ондай мүмкін емес қой деп. Жоқ, мүмкін. Неге? Себебі ол өзінің алдындағы үлкен балалар болса содан үйренуі мүмкін. Болмаса сіздің іште жатқып сөйлескеніңіз бар, сыртқа шыққаннан кейін сөйлескеніңіз бар. Егер сіз балаңызбен активті түрде қарым-қатынаста болсаңыз, онда одан буындар да, сөздер де осындай шығады. Осын баладан о баста жақсы қарым-қатынаста болып, жақсы қарым-қатынаста болғанда жақсы сөйлессеңіз, яғни баламен ылғи сөйлессеңіз, ылғи қарым-қатынаста болсаңыз, баланың қылықтарына назар аударсаңыз, баламен байланыста болсаңыз, онда сіз бұндай сөздерді міндетті түрде естисіз. Сосын бала өзіне қызықты заттарға талпынады. Өзіне, яғни оған барлығы қызықты болады. Алдында айтып кеткеніміздей, оған тіпті есіктің тұтқасы да қызықты болуы мүмкін. Шығып көрініп тұрған бір өткір нәрсе де қызықты болуы мүмкін. Бағана айттым, үстел үстіне отырсаңыздар, үстел үстіндегі заттарды алу мүмкін. Яғни кез келген затқа қызығуы мүмкін. Осы кезде біз ұсақ заттарға, өткір заттарға, шығыңқы заттарға кішкене байқауымыз керек. Бала кез келген затты ұстайды бұл кезде. Сондықтан баланың қолын ауыртып алмас үшін, балаға қауіпсіз болу үшін біз сондай бір бала тиісіп қояды-ау деген заттарды тығып ұстауымыз керек болады. Одан кейін бала дыбыстарға еліктей бастайды. Яғни дыбысты, музыкалық заттарды, ойыншықтарды жақсы көреді. Егер осындай дыбысы шығатын бір бала отырған кезде алдына қойып қоятын дыбысы шығатын музыкалық ойыншықтарды қойып қойсаңыз, сондай ойыншықтарға назар аудара бастайды. Бұрында ол сылдырмақтарға қарайтын, бірақ қазір дыбысты музыкалық ойыншықтар болса, сол дыбысты музыкалық ойыншықтарға бала біраз алданып отырады. Егер балаңыз дыбысқа қарамаса, егер сылдырмаққа қарамаса, дыбысқа қарамаса, айналасын барламаса, заттарды ұстауға, зерттеуге ұмтылмаса, онда балада бір нәрсе қалыпты емес деген сөз. Бұл кезде дәрігерге көрінуіңізге тура келеді. Себебі нормадағы бала сылдырмаққа, дыбысқа, сықырға қарау керек. Нормасы сондай болады. Яғни бала назар аударып, тіпті оған кейбір балалар жауап та бере бастайды. Балаңыз сосын былдырлап дыбыстар шығару керек. Бала дыбыс шығармаса да дұрыс емес. Бала егер дыбыс шығармаса, онда дәрігерге қаралуыңызға тура келеді. Баланың тамақтануы қалай болады? Бала қосымша тамақты жей бастайды. Қосымша тамақ жалпы 6 айдан бастап енгізіледі. Қосымша тамақтар туралы менің арнамда видеолар болады. Сонда арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Бұл кезде бала қосымша тамақ жей бастайды. Бұл кезде ана сүтін үзіп тастау керек деген сөз емес. Ана сүті болады. Ана сүті жалпы 1,5-2 жасқа дейін болады. Сондықтан қосымша тамақтандырғаннан кейін ана сүтін міндетті түрде еміздірген дұрыс болады. Себебі ана сүтінде өте көптеген витаминдер бар. Ол бір өте керемет зат енді ана сүті. Сондықтан да ана сүтін емшектен шығарып тастауға болмайды. Өте ерте. Бұл кезде балаңыздың қалауы бойынша бұл кезде еміздіре бересіз. Қосымша тамағында бере бересіз. Жайлап әртүрлі тағамдардың иісін, дәмін бала жайлап біле беру керек. Одан кейін баланың ұйқысы қалай болмақ? Бала түнде 11-13 сағат ұйықтауы мүмкін түнде, түнгі ұйқысы. Ал күндізгі ұйқы ода 2-3 рет болуы мүмкін. 2-3 рет ұзақ ұйықтайды бала, 1 сағат, 2 сағат ұйықтап тұруы мүмкін. Күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл ұйықтап тұрады. Достар, бұл кездегі баланың даму ерекшеліктері осындай. Баланың дамуына, ерекшеліктеріне назар аударыңыздар. Көргендеріңізге рахмет.